Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, мұсылмандар. Ата бабаларымыз арамза молда, дүмші молда деп жайдан жай айтпаған. Осы арамза молдалар, имамдарымыз біздің қазіргі арамза имам, дүмші имам деп айтуға болады. Мына Аллахтың шариғатын бизнеске айналдырып, ақша жасап жүр. Не Алладан қорықпайды, өздері айтады, егер бірдеңе десең, қарсы шығатын болсаң, Алладан қорқытып, біз қорқытады, бірақ өздері керек кезінде қорықпайды, Аллахты ұмытып кетеді. Қазір мұнайын пітір садақаға тоқталайын деп отырмын. Оразаларыңыз қабыл болсын. Пітір садақаны имамдар айтқандай, мүфтият айтқандай, мүфтиятқа ақшалай бермейсіздер. Мына Рамазан айында бір ай бойы басталысымен Рамазан біткенше ақша жинайды, садақа жинайды имамдар мешітте. Өтіргені дәптеден алып алады да соған жазады, ата бабаларыңыздың атын кімге бересіздер, соның бәрін. Не ұят жоқ бұларда, не имандары жоқ, ақымақ адамдар бұлардың бәрі. Құдайды иман шайтанның ақшасына сатып кеткен адамдар деп есептеп болады бұларды. Өйткені Аллахтың дінінде пітір садақаны ораза айында бермейді ешқашанда. Пітір садақаны тек ораза біткеннен кейін, айт намазының алдында ғана береді. Оны бергенде ақшалай бермейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның кезінде де ақша болған, бірақ ол ақшалай пітір садақаны таратуға тыйым салған. Пітір садақаны тек тамақпен ғана бересіз. Тамақ дегенде күріш, әртүрлі мейіздер, өрік мейіздер, жаңғақпен де беруге болады, ірімшікпен де беруге болады, маймен де беруге болады. Егер рожки макарондарыңыз болса, онымен де беруге болады. Сондықтан да мұсылмандар мына арамза имамдардың артынан еріп адасып кетпеңіздер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан хадистарында, бір емес бірнеше хадистарында, пітір садақаны айт намазының алдында беріңдер дейді. Егер айт намазынан кейін берсеңдер, ол пітір садақа болып есептелмейді, жай садақа болып қана есептеледі. Сол сияқты, егер мына Рамазан айында пітір садақаны беретін болсаңыздар, ол да пітір садақа болып есептелмейді, жай ғана садақа болып есептеледі. Осыны ұмытпаңыздар. Пітір садақаны тағы айтамын, ақшалай бермейсіздер. Имамдарға сенбеңіздер. Олардың бәрі таза бизнес жасап жүр, сіздердің ақшаларыңыздан. Тек қана тамақпен бересіздер. Мысалы, бүгін Рамазан бітті, ертең айт намаз болады. Бүгін асыр намаздан кейін, егер үлгермей қалам, егер мұқтаж адамдар табылмай қалам десеңіз, бүгінгі айт намаздан кейін пітір садақаны ертеңгі айт намаз басталғанша таратып беруге болады. Кім мұқтаж, соған апарып беріңіздер, мұқтаж адамдарға. Мешітке садақа беріңдер деген ешқайда айтылмаған, ешқайда жазылмаған Аллахтың шариғатында. Сондықтан тағы да айтам, арамызда молдаға сенбеңіздер. Молданың айтқанымен жүріп, істегенін істемеңдер деп айтқан баяғыда. Бірақ қазіргі арамза молдалардың айтқанымен де, істегенімен де жүруге болмайды. Адасып кетпеңіздер.